Құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары және қонақтары. Бұзушылықтарға нөлдік төзімділік қағидасын нығайту, көшелер мен басқа қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті қолдау мақсатында 20 және 30 қараша аралығында облыс аумағында жергілікті атқарушы органдар мен волонтерлар мен құқықтық тәртіп жедел профилактикалық алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның негізгі бағыттары көшелер мен басқа қоғамдық орындарда, оның ішінде жастар шоғырланатын орындарда қоғамдық тәртіпті және профилактиканы күшейту, вандализм, мүлікті бүлдіру, ұзақтылық фактілерді, сондай-ақ жол қауіпсіздігінің желісіндегі бұзушылықтардың жолын кесу, тұрмыстық зорлық-зомбылық саласындағы, оның ішінде кәмелетке толмағандарға қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу болып табылады. Доктор, бұйырамын. Орал қаласы аумағында қоғамдық тәртіп сақтауды, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, азаматтармен сыпайы болуды, арнайы құралдарды Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметі туралы заңына сәйкес қолдануды, патрульдік автокөліктердің жылдамдығы 40 шақырымнан аспауды бұйырамын. Жасақ солға.